Қайырлы күн, бүгін осындай дәмі тіл үйіретін рамен жасайтын боламыз. Алдымен тауық етін алып, жақсылап тұздап, бұрыш және чеснокты қосамыз. Одан соң майды қыздырып, тауық етін салып, 4 минуттан 2 бетін әдемілеп қыздырамыз. Келесі кезекте саңырауқұлақты 3 минут жоласында қуырамыз. Одан соң жұмыртқаны араластырып, оны да қуырып дайындаймыз. Лапша ретінде мастерканды таңдадым. Қазанға суды қыздырып, 5 минутқа лапшаны салып аламыз. Керекті заттарын көңілдеріңізге қарай қоссаңыздар болады. Тауық етін осылай турадым, және де шынын айту керек, тамақтың ең дәмді бөлігі осы болды. Сондықтан сіздерге де осы видеодағыдай тұздап, қуырып алуға кеңес беремін. Жұмыртқаны 3 бүктеп ұзыннан турап алдым. Одан соң раменіміздің подачасына кірістім. Ең алдымен әрине лапшаны салып, артынша ет, жұмыртқа және де саңырауқұлақты дұрыстап қойып алдым. Соңында сорпамызды құйып, ішуге кіріссек болады. Сіздер осы кезеңде сыр қоссаңыздар да болады, онымен әлде қайда дәмді болатыны сөзсіз. Осылайша достар, біздің дәмді раменіміз дайын болды. Егер сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, арнаға жазылуды сұраймын. Все, ням-ням, келесі кездескенше.